Қорқынышты жаңа әңгіме, түнгі пойыздағы жолаушы. Бір жолға шыққан түн. Өмірінде бірінші рет Нұрдәулет түнгі пойызға билет алды. Сағат 23:40. Пойыз іші тыныш, вагонда небәрі 3 адам ғана. Жолсерік билет тексерген соң, бұл вагон қазір бос. Қорықпасаңыз болды деп күлімсіреді. Бірақ сол күлкісінде бір түрлі белгісіздік бар еді. Нұрдәулет өз орнына жайғасып, терезеден қараңғы далаға көз тастады. Пойыз қозғалған сәтте вагон іші тіпті тынышталып кетті. 2 белгісіз жолаушы. Пойыз жүре бастағаннан кейін, вагонның ең соңынан есік ашылған дыбыс шықты. Артқа қараса, ұзын бойлы, арық, қара пальто киген бір ер адам кіріп келеді. Оған билет сұрамады, ол ешкіммен сөйлеспеді, жай ғана Нұрдәулеттің жанына келіп отырды. Бірақ оның бет-жүзі анық көрінбей тұрды, көлеңкеде қалғандай. Сіз түнгі пойызды жақсы көресіз бе? Деді кенеттен әлгі адам күңгірт дауыспен. Нұрдәулет таңырқап. Иә, бәлкім. Ал сіз? Адам басын жай ғана бұрды. Бірақ беті әлі көрінбеді. Мен көптен бері жүремін. Өте көптен бері. Ол соңғы сөзді ерекше баяу айтты. Нұрдәулет денесі тітіркеніп кеткенін сезді. 3 қайталанатын сәт. Сағат түнгі 01:10. Нұрдәулет терезеден далаға қарады. Бір қызығы, даладағы бір көрініс қайта-қайта қайталанып тұрғандай көрінді. Бір жалғыз ағаш, бос тоқтау алаңы, құлаған бағана. Пойыз қанша жүрсе де, сол көрініс қайта шыға берді. Неге бір жерді қайта айналып жүргендейміз? Деді ол жанындағы адамға. Қара пальтолы адам баяу жымиып. Бұл пойыз тірілер үшін емес қой, деді. Нұрдәулет орнынан атып тұрды. Не дегеніңіз? Сен о баста бұған мінбеуің керек ет, деді адам жай ғана. Түнгі пойызға тек шақырылғандар ғана мінеді. 4 адамның шын беті. Нұрдәулет жүрегі дүрсілдеп, жолсерікті іздеп вагонның есігін ашты. Бірақ келесі вагон жоқ еді. Есіктің ар жағында тек қараңғылық, бос кеңістік тұр. Вагон аспанда жүзіп бара жатқандай. Ол артқа бұрылды, қара пальтолы адам дәл алдында тұр екен. Ал енді оның беті анық көрінді. Көздерінің орны бос, үңгірдей қараңғы. Аузы тым кең, адамға ұқсамайды. Терісі қап-қара күйгендей. Біздің әлемге қош келдің, деді ол сыбырлап. 5 қашу мүмкін емес. Нұрдәулет вагонның соңына қарай жүгіре бастады. Барлық есік бірдей, ашсаң ар жағында тек шексіз қараңғылық. Пойыз рельспен жүрмей тұрғандай, ауада қалқып бара жатқандай. Содан соң вагонның шамдары біртіндеп сөне бастады. Ал қара адам оның артынан жай ғана келе жатыр, асықпай. Қорықпа, сен енді бізбен жүресің, деді ол әр қадам сайын. 6 соңғы сәт. Шам толық сөнгенде, вагон ішінде тек қараңғыда қозғалыс пен сыбыр ғана естілді. Бір мезетте пойыз күрт тоқтады. Нұрдәулет көзін ашқанда таңғы станцияда тұрғанын көрді. Бірақ ешқандай пойыз жоқ. Жолсерік те жоқ. Вокзал бос. Тек жел сынап тұрғандай. Ал қолындағы билетке қараса, онда күні 1974 жыл деп жазулы тұр. Сол күннен бері Нұрдәулет пойызға мінген жоқ. Бірақ кей түндері қала маңынан бір сыңғырлаған вагон шуы естіледі дейді. Сол пойыз әлі де жүр екен.